Ассалам. Сақа. Қош келдің. Рахмет. Қош көрдік. Бір микрофон жазып тұр ма? Бір. Қош келдіңдер Сақа. Бір дейтін проектін көріп жатсың ғой. Иә. Оңынан болсын. Бұл проект более режиссерский проект. Біз видео саласында жүрген білесің. Сондықтан бұл проектте біздер не болады? Не болады? Ерболат. Бұл проектте біздер бір қызықты бір тақырыпты талқылауға тырысамыз. Сонымен қатар сенің өзіңнің түсіргің келетін бір видеоң болса, соны бізге не референсін көрсетсең, не түсіндіріп айтып берсең, біз сол видеоны түсіріп береміз деп күшті. Сондай демен бастап жатыр. Ерсақа, жалпы біз Ерсұлтанды Ерсақа деп айта береміз. Жалпы біз көрермендерге. Мен қай камера түсіп жатыр? Мен де құлағым үйреніп қалыпты ондайға нәрсе. В целом қалай өзіңде бәрі жақсы ма? Музыка қалай вообще? Жақсы. Шаршамайсың ба? Жүріп жатыр. Нормально. Сол бір таңғалатыным, иә. Білмеймін, енді кейде бір құлағың или басың ауырып шаршайтын кездер енді болады. Өте сирек. Бірақ әйтеуір қалай бір үзілістен кейін қайтадан музыкадан шаршаған кезде қандай музыка тыңдайсың? Негізі мен музыкадан шаршаған кезде музыка тыңдаймын басқа. Бірақ басқа бір жолдармен іздеймін бір сондай қалай өмірде бір естімеген жанр или бір аймақтармен адамдармен континенттермен сондаймен мынандай нәрсе бар. В целом біздер Ерсұлтанды кім деп айтамыз қазір? Кім Ерсұлтанды? Қалай таныстырамыз Ерсұлтанды? Енді адамдар бір жағынан әртүрлі таниды. Біреулері тек битмейкер дейді, бит жасап отыратын, бит сататын адам дейді. Біреулері айтады, артистпен бірге отырып бір күнде ән жазып тастай алатын адам дейді, мысалы. Біреулер айтады, записьті қалай дауысты кісі жазатын адам деп те айтады, мысалы. Ол бәрі композитор деген сөздің ішіне кіре ма? Или аранжировщик деген сөздің ішіне кіре ма? Жоқ, оның бәрі қалай музыкальный продюсер деген оғынға кіргізуге болады десе. Композитор ол тек өзінің сол композициясымен жұмыс жасайды да. Ол тек музыкасын жазатын да, сондай болып кетеді. Менің ойымша сол музыкальный продюсер деген оғынға. Онда біздің студияда Ерсұлтан, музыкальный продюсер, қош келдің. Рахмет. Ерсақа, сенің өміріңнің қай жерлерінде музыка жоқ? Түсімнің дейін десем, түсімде де кейде бір идеялармен арпалысатын кездер болады. Бір нәрсе бір қатты бір музыкаға жазатын әндерді или біреуден бір релиз күтіп жүргенде мен кейде бір түсімде көріп қалатын кездер болады, соны естіп қаламын. Енді ол қандай музыка енді? Главное ол мен естімеген музыка да, сондай бір ощущениемен болады да. Енді менің музыка қай жерде? Қалай дедің сұрақпен? Ерсұлтанның өмірінің қай жерлерінде музыка жоқ? Қай жерлеріне жеткен жоқ музыка? Қандай сезімдер деп айтамыз ба оны? Негізі қиын сұрақ екен. Менің енді бұл сұрақтың несі жоқ шығар? Бір дұрыс жауабы жоқ шығар? Мүмкін бұл сұрақтың жауабы да жоқ шығар? Негізі музыка жоқ жер менің өмірімде аз сияқты. Себебі менің бұл тек қана қалай музыкамен байланысты нәрселер тек қана студияда ғана болып шектеліп қоймайды. Сонымен қатар мен үйге баратқан жолда да, немесе мен бір жерде тамақ ішіп отырғанда да, әлде бір кітапты оқып соған визуал жасап отырғанда да менде қалай жолаушы ретінде, қалай жол серік дейді осы, проводник ретінде бәрібір сондай бір музыкамен менде ассоциациялар болады. Ол деген музыка тыңдау деген нәрсе емес қой да? Ол мынандай нәрсе ма?
менің ойымша бұл мынандай нәрсе сияқты болып көрінеді кейде. Бір картинаны көрген кезде, сенде құлаққа ештеңе жоқ. Иә. Бір картинаны көрген кезде автоматически сол картинаға мына музыка келеді деген бір мидағы бір музыка ма? Мүмкін андай бір құрал ретінде мүмкін бір звук бар ғой, дауыс, то есть дыбыстар мүмкін құрал ретінде бір жеткізуге болатын бір, может сол дыбыстың толқындары ретінде. Мүмкін солай маған солай қалай сол жол маған бір қолайлы немесе бір түсінікті тіл шығар мүмкін мен үшін. Сол түсінуге, әлемді түсінуге қолайлы, ыңғайлы, түсінікті тіл сол музыка шығар. Әдем музыка деген нәрсе, ол музыканы мынандай ғой, кез келген адам өзінің бір айналысып жатқан саласына келген кезде сол саланы ол автоматически көзбен көріп бастайды. Я ол көзбен болсын, ол мимен болсын бір көріп бастайды. Музыканы көру возможно ма? Или музыка тек қана тыңдалатын нәрсе ма? Банағы картинамен қараған кезде, енді картинаға автоматически мына музыка барады дейтін нәрсемен менің өзімге мен айтайын. Мен видеомен түсіріп отырған кезде басымда сол жердің енді ол музыка бар ма жоқ па білмеймін, но примерно мынандай музыка жүру керек дейтін сондай бір картина болады. Мен получается музыканы тыңдамаймын, мен көремін музыканы. Мен музыканы жүрсе, музыка жүріп жатса, мен оны көремін. Біздің ассистентті подожди. Ой, маса өлтіріп алдым эфирде. Демек сәуір келді атырауға. Мен сөйтіп ойлаймын да. Мен сөйтіп көремін музыканы. Музыканы тыңдап, мен естімеймін, музыканы көремін сөйтіп. Видеоға байланысты болған. Сол сияқты, негізі менде де бір енді өмірімді бір андай былай басынан бастап бір енді аяғына болатын андай былай бір-бірімен жалғасатын жол ретінде қарасақ, менің сол өмірімнің әртүрлі бөлігінде, мысалы подростковый кез дейді, балалық шақтағы бір кейбір сондай бір точкаларының сол бір сәттегі моменттерді қоятындай бір музыкалар бар, мысалы тоже. Мысалы мен ол әндерді немесе ол композиция ма, соларды мен тыңдаған кезде қайтадан мен сол картинаны көре аламын қайтып. То есть сол естелікке орала аламын. Демек мен оны музыканы мүмкін мен өзім солай қалай бір бейнесін бергенде шығарым да, бүйтіп андай несін бар ғой, қалай клип дейді ғой, енді музыкаға мен клип бергендей болып тұрмын да мына жерде. Мына жерде андай нәрсе бар да тоже. Ақсақ құлан. Хан кім менің баламның өлгенін айтады болса, соның көмейіне қорғасын жөн деген кезде домбырамен жеткізді дейді ғой. Демек бұл инструмент арқылы визуал беруге болады адамға. Солай болып тұр ғой. Да? Музыка сондай нәрсе ма? Бір адамның ана елестету немесе қиялдау өрісін менше соны бір андай буст жасауға бір көмектесетін нәрсе сияқты болып көрінеді маған. Бейнелеуге. Енді айналдырған өзі жеті нота. Айналдырған қарасаң жеті нота. Бірақ неше түрлі орындары уже ауысыпса да осы күнге дейін. Қаншама музыканттар неше түрлі комбинацияны пайдаланды. Бірақ соған қарамастан әлі новый нәрселер шығады, жаңа нәрселер. Бұл нәрсе қайдан пайда болады негізі адам? Қалай ол нәрсе? Негізі ол нәрсе енді адамның сол өзінің тыңдайтын нәрсесінен, менің ойымша ол енді адамға бана идеяның, музыкаға деген идеясы бір жоқтан пайда болады деп айта алмаймын. Себебі ол мысалы өмір бойы мысалы артисттің өзінің бір сүйіп тыңдайтын мысалы әншілері немесе бана бір инструменттері болады да. И солардың бәрі менше адамның қалай креативті ойлау несінен сүзгісінен өтіп өзінікі қосылып, өзінің эмоциялары қосылып, содан жаңа нәрсе пайда болады да. То есть өзгертілген жолмен. Менше адамзаттың музыкасы да солай жалғасып жатқан сияқты. Мысалы
біз кейбір әндерден мысалы домбыраны естігіміз келеді, не үшін деген сияқты ғой. Ол бір егер былай қарайтын болсақ, бір немізді код бойымызда бір кодты да сөйтіп жеткізіп тұрған сияқты болып тұрады да. Сондықтан әзірше адамдар ол музыканы сүйіп тыңдай берген кезде ол ана формасын өзгертіп жаңа кейіпке сөйтіп айнала береді деп ойлаймын. Иә, әйтпесе видео саласында да қаншама ракурстар пайдаланылса, неге соны әлі күнге дейін иә, бәрі де бар ғой мысалы. Бар да, бірақ әлі де адамзатты таңғалдырып жатқан, то есть операторлық жұмыстар бар да, мысалы камерада енді жақсы камера дамыды десең де ол көрсететін сол енді адамның өткен несі ғой енді видениесі да. Демек бұның бәрі қоғаммен адам дамып тұра береді. иә, адамның креативті жүйесі ма, креативті ойлау шамасына қарата жаңа нәрсе шыға беретін сияқты. Сөйтіп ойлаймын. Маған сұрақ болмас. Иә, түсінікті. Енді осы бір нәрселер ғой, енді білгім келетін. Мен бана басында айтып отырмын. Ерсұлтан креативный, музыкальный продюсер деп айтуға болады, музыкант, битмейкер деп айтуға болады. Мен негізі Ерсұлтанды жақсы собеседник деп айта аламын. Өйткені мен білемін, помимо неден музыкадан бөлек кітап оқитынымды білемін, спектакльдерде болатынымды білемін. Соның бәрі сенің музыка сол айналадан жинап алып келеді ғой адам негізінде. Барлық нәрсе анадан келеді. Отбасыдағы бір оқиғадан оқып келеді. Ештеңе бағанағыдай өзің айтқанда ештеңе барлық нәрсе бар. Ештеңе жоқтан неселінген жоқ, салмақ жоқ, айналадағы нәрседен толықтай келсең ол нәрсеге. Ерсақа, бана басында айтқандай, біз өзіміздің студиямызға осы проектке қонақ болып келген әрбір өзіміздің қонағымызға соңында видео түсіріп береміз. Мүмкін енді бұл жерге творчествоның адамдары келуі мүмкін, бизнесмендер келуі мүмкін, өздеріне реклама керек дегендей сондай мақсатта. Мүмкін өзіңнің қарап жүрген бір түсіргің келетін видеоң бар ма? Бұл енді маған өзіме жұмыс процесінің үстінде мен қандай эмоциялар білдіретінім қызық. Запись болғанда мен сол музыка жасап жатқан кездегі нелерім қандай эмоция білдіремін екен, сол нәрселерді мысалы лайф видео дейді ғой, сондай нәрсе камера жоқ сияқты болдырып сондай бір неде мүмкін сондай болса сондай бір стильде андай жалпы жұмыс процесі да? Процесс, сосын эмоциялар. Сол процесстің эмоциялар болса. Бұл нәрсенде андай нелер болады ғой. Zoom пайдаланатын нелер болады. Енді примерно, білмеймін, примерно бір нәрселер бар. Бір референс бар негізінде, мен көрдім негізі. Бір студияда оны тапсам қазір. Баскетболист па, то ли бір не көрсетіп жүреді. Көрдің, жақында көрдің еще студияда. Давай. Сол, или менде ол сохраненный бар ма телефон? Көреміз ба? Мен телефон негізін жақсы тұр. Көрейік, оны тапса. Менің нем күшті екен. Телефон бетін оқып қойса күшті екен. Да? Мен де айтатын Инстаграмға жедекем. Қара, Ерсақа, ВХС пайдалануға болады деп ойлаймын. Күшті ВХС болса, ол эмоцияны көрсетеді. Сосын шынайылық бар. ВХС-тің кадрлері маған өте қатты ұнайды. Негізі мен ВХС-пен подкаст түсіремін деген ойым бар негізінде. ВХС-пен подкаст түсірсе қалай болады деген. Сондай форматтар жасайық. Сосын енді по ходу процесске қарай айтамыз, мына нәрсені жасау керек, мына нәрсені жасамау керек, отыру керек, тұру керек. Мүмкін бір жерлеріне текст қосармыз. Сенің өзіңнің ойыңды. Көрейік, қалай болады. Өзіңнің ойыңды бір не деген сияқты. Банағы айтып отырған референсті таптым.
көрсетіп жіберейінші, в принципе. О, Adidas. Студия. Мына VHS-тің несін пайдаланған тоже. Эмоция, қалай музыка шығып жатыр. Ойың мүмкін. Бір-екі сөздер. Қысқа болсын, қысқа видео жасауға болады. Күшті, әдемі. Может, осындай видео жасап көрерміз. И рахмет келгеніне көп. Рахмет. Бұл біздің алғашқы қонағымыз келіп отырған. И алдағы уақытта сенімен талқылайтын тақырыптар, қызықты тақырыптар міндетті түрде табылады. Білемін ол нәрсені. И алдағы уақытта тағы да келсең, тағы да видео түсіріп келеміз. Күшті. Рахмет келгеніне саған. Рахмет. Саған 8-ші нотаны табуды тілеймін. Рахмет.